الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hürmetli Müslüman aileler, hürmetli cemaat, meşgiyen keramatlarınızdan Allah tasavvufun etsin, okuyun durgan iman namazlarınızda Allah kabul etsin. Allah barşamızın duatlarımızı kabul edip okuyun durgan iman namazlarınızda duatlarımızı kabul edip etsin. Endi jabr bu tasdik cuma günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ingretleri boyunca yani cuma günü bir vakit var. Kimde bu vaqtda dua qilgan bo'lsa, yani onun duası qaytarılmaydı. Allah degan ekan. Barchamızın Allah'a dua etmemiz lazım. Және бұл айда, yani бұл қасиетті күні жұма күнде кім-кім үйінен шығып, дәлелін алып, ниет етіп шығатын болса, әрбір басқан қадамына сауап жазып, күнәсін кешіреді деген. Сол баршамыздың Аллахқа күнәмізді кешіруге нәсіп етсін. Және бұл қазіргі баршамыз белгілі, қазіргі сахар айы бітіп, yani қасиетті ай Рабиул Аувал айы кіріп жатыр. Yani бұл Рабиул Аувал айы пайғамбарымыздың туған айы болып есептеледі екен. Жалпы бұл Рабиул Аувал айы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келместен бұл белгісіз ай болған екен. Yani баршаңыз білесіздер, Рамазан айы дейді, Мұхаррам айы дейді, Зүлқағда, Зүлхижжа айлары дейді, бұлар қасиетті деп саналған. Арабтар оны жаңағыдай қасиетті деп білген. Yani пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дүниеге келместен бұрын да, пайғамбар келместен бұрын ол белгілі ай болған екен. Ал Рабиул Аувал айы белгісіз ай болған екен. Қасиеті жоқ, сондай бір белгісіз ай болған. Қашында, яғни Аллахқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға осы Рабиул Аувал айында жібереді. Не себепті десе, себебі сол Рабиул Аувал айының қасиеті пайғамбардың құрметіне болу үшін дейді. Яғни Рабиул Аувал айының қасиеті өйткені сол айда пайғамбарымыз дүниеге келген еді. Яғни егер Рамазан айында туған болса, айтушы еді, Рамазанның құрметіне пайғамбарды жіберді деп, немесе Мұхаррам айының құрметіне жіберді деп, немесе тағы да басқа айдың құрметіне жіберді деп айтушы еді. Бірақ Рабиул Аувал айында жіберген себебі дейді, яғни сол пайғамбардың құрметіне Рабиул Аувал айы қасиетті болып деу үшін берген екен. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның осы қасиетті ай, туған айы Рабиул Аувал айы кіріп жатыр. Баршаңыз Аллахқа жаңғыртқан замандық беріп, ізгі амалдар жасауға нәсіп етсін. Және бұл жұма күнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға көп салауат айту, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям есін естіген кезде салауат жеткізу мұсылманның міндеті дейді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен, кім-кім менің атымды естіп тұрып, маған салауат айтпаса, ол ең сараң адам деген екен. Сондықтан яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның есін естіген кезде міндетті түрде пайғамбарымызға салауат айтуымыз қажет екен. Аллахумма салли ва саллим ва барик. Осы енді бүгінгі біздің сұхбатымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келуі жайында болмақ. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келместен алдын кітаптарда, Тауратта, Инжилде, Забурда, барлық жаңағындай сух арақтарда, барлықтарында ақырғы пайғамбар келетінін баяндалған екен. Тіпті Иса алейхиссалам өзіне және Инжилде, және Библияда соның өзінде Иса алейхиссалам айтып кеткен сөздер болған. Яғни менен кейін Ахмад деген пайғамбар келеді, соңғы пайғамбар келеді деп Иса алейхиссалам өзі айтып кеткен екен. Муса алейхиссалам, Дауд алейхиссалам, барлық пайғамбарлар ақырғы елші келетіндігін кітаптарына баяндап кеткен екен. Сондықтан да барлық сол Тауратта, Инжилде жазылған Мұхаммед пайғамбардың есімі сондай жазылған, олар пайғамбар сондай білген дейді. Омар радиаллаху сұрайды, Аллаһның елшісі, сіздің есіміңіз Таурат, Инжилде болды ма дегенде, яғни себептеріңіз, белгілеріңіз ақырғы елші болатыныңыз сол кітаптарда жазылды ма дегенде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, иә дейді, жазылған соншалық дейді, сен өзіңнің балаңды қалай танысаң дейді, солай деп түсіндіріп берген дейді Аллахтан ақырғы елшісін дейді. Сондықтан да яғни Таурат, Инжилде оқыған барлық ғалымдар ақырғы пайғамбарды тосып оқыған екен. Бәрін білген, Абдулла, әкесі Абдулла, шешесі Амина болатын, Меккеде дүниеге келетін, тіпті Шамға барып, жас кезінде Шамға барып келетін, басына бұлт жүретін, жетім болатын барлығын Таурат, Инжилде баяндаған екен. Бірақ пайғамбарымыз келгеннен кейін көп адамдар жаңағыдай Таурат, Инжилде оқыған адамдар қызғанышпен пайғамбардың атын өшіріп тастаған екен Таурат, Инжилде. Сондықтан да жаңағыдай біз айтамыз, өзгерілген кітап дейміз Таурат, Инжил, себебі пайғамбардың есімін ол өшіріп тастаған екен. Қызғаншылықтың себебі. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келмесінің өзінде жаңағы әртүрлі
фил сүресі сол үшін түсірілген екен. Яғни барлық сол Ибрахим алейхиссалам жаңа біз Кағбаны салып дұға жасап, осы жерден бір пайғамбар жіберіп, яғни сенің хатыңды оқитын сондай бір жақсы пайғамбарды жіберіп дұға қылған екен. Сол Ибрахим алейхиссаламның дұғасы қабыл болып, сол Кағбаның қасына күнді түсірді, ақырғы пайғамбарды жіберген екен. Және де сол Ибрахим алейхиссалам дінін тоқып, халыққа алған жағасына шақырып, сөйтіп бағасына насихат жасағаннан кейін көп елдер бұзылып, жанында әртүрлі пұттарға табына бастайды. Бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям ұрпақтары Ибрахим алейхиссаламға жететін аталардың барлығы пұтқа табынбаған кейбір ғалымдарымыз. Яғни олар алған жалғыздығына жаңағыдай басқа пұттарға, отқа табынған емес, таза болған екен олар. Сол Ибрахим алейхиссалам дінін олар пайғамбарға нұсқап берген екен дейді. Сөйтіп сол халық бұзылып, әртүрлі пұттарға табынып, Кағбаның ішінде дейді 360 пұт болған екен. Әр рудың өзінің пұты болған, соған құлшылық қылып, Құдайға теңеп сөйтіп сәжде қылатын болған екен. Сонан сол заманда Абраха деген жаңа Йеменнің басшысы болған екен. Барлық халық жаңа Кағбаға барып, жаңа сол жаққа құлшылық жасайды, құрбандықтарын шалады, сол кезде солай болған. Соған қызғанады, сосын бар Шам қаласында бір керемет шіркеу салдырды. Үлкен ғой. Мақсаты жаңағыдай Кағбадан сол шіркеуге келтіру, халықты соған тарту. Бірақ оған жаңағыдай халық көрмей, жаңағы сонда да өздерінің Кағбаларына барып жүреді. Соған жаңағы көрмегеннен кейін жаңағы Абраха ашуланып, кейбір ғалымдардың зерттеуі бойынша 60 мың әскерін дайындап, Кағбаны бұзу үшін жолға шығады дейді. Сонда 13 тілмен өзінің жаңағы тілі болған екен, аты Махмуд деген тілі болған екен. Ол тілін жаңағыдай алдына салып, үлкен дереу тілі болған екен. Соны салып, қалған тілдерді етіп, 60 мың әскермен Кағбаны бұзуға шығады. Сөйтіп жолда келе жатқан жаңа арабтардың малдарын тартып алады, сөйтіп сондай бұзақылықтар жасайды. Сол кезде Абдул-Муталиб, яғни пайғамбардың атасында 200 түйесі болған екен, байысы болған Абдул-Муталиб. Кағбаның жаңағыдай қараушысы, Кағбаға жаңағыдай қызмет жасаушы бірі сол Абдул-Муталиб болған екен. Яғни пайғамбардың аталарын барып сол Кағбаға қызмет жасаған екен. Сол Абдул-Муталиб сол Кағбаның басшысы болып сол кезде есеп берген. Содан жаңағы сол кезде Абдул-Муталибтің 200 түйесін жаңағыдай тартып алған дейді, Абраха әскері келе жатыр. Сосын Абдул-Муталиб жаңағы Абрахаға барады, айтады, мен түйелерімді қайтар дейді. Сол кезде Абраха күліп айтады, сен ойладың дейді, жалынып маған келетін шығар, Кағбаға тиіспеші, Кағбаға тимеші деп жаным келетін ме десем, сен өзің түйені сұрап келіп тұрсың ғой дейді. Сонда айтқан екен, мен түйенің иесі мен едім дейді. Ал Кағбаның иесі, өзінің иесі бар Кағбаның, ол өзі сақтайды дейді. Сол кезде Абраха жаңағыдай ашуланады, мені ешкім төтеп бере алмайды, мынанша әскермен мен ешкім тоқтата алмайды. Сөйтіп 600 мың жаңағы түйесін береді, Абдул-Муталиб сөйтіп 60 мың әскермен жаңағы Меккеге қарай жақындайды. Сол кезде жаңағы алдына салған үлкен піл, жаңағыдай Махмуд деген пілмен қасының пілін бәрі келе жатқан кезде, Кағбаға келе жатқан кезде піл бармай қояды. Керісінше жаңағы шөгіп қалады. Енді Кағбамыз болған ғой, соны пілде сезіп жаңағыдай Кағбаға бармай қояды екен. Қанша ұрса да болмайды жаңағы пілдер дейді. Қанша ұрыс соқса да болмайды. Артқа ұрса артқа қарай келіп барады да, алға қарай жүрсе артқа бармайды екен Кағба. Сөйтіп тұрған кезде Алланың әскерін жіберген екен. Яғни ол Фил сүресінде Әбу-Бәкір деген құстар жіберіп, қолдарында жаңағыдай, енді кейбір ғалымдарымыз айтады, тозақтан болған тастар дейді, сондай күйдірген оттан болған тастарды алып, бастарын лақтырып дейді. Сонда жаңағы басына тиген кішкентай тас дейді, аяғынан түлмен бір-ақ шығатын болған дейді. Сондай жағады, денесін тиіспеген болған екен дейді. Сөйтіп жаңа қаптаған құстар 60 мың әскерді жермен жүрген екен, бышып шығарды. Сөйтіп яғни пайғамбарымыздың дүниеге келмесінің алдын осындай оқиғалар болған екен. Және білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абдулла мен Амина екеуі, Абдулла да текті де болған, Амина анамыз текті болып, екеуінің аталары Ибрахим алейхиссаламға тіреледі. Сөйтіп Абдулла да таза адам, Амина да таза адам, екеуі қосылғаннан кейін Аллахтан қалуымен Амина анамыз жүкті болды. Сонда ереже байды көтерген екен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Және Амина анамыз айтады, қашанда жүкті болған кезде ешқандай бір қиыншылықтар, ауыртпашылықтар көрмеген екен пайғамбар. Және Амина анамыз 6 айлығында үстінде бір кісі келіп, кейбір аяттарда жаңа періште келеді дейді, басқа аян береді екен, сен Алланың досы, ақырғы пайғамбарға жүктісің, ол дүниеге келген кезде жаңағыдай қуылған шайтанның сақтанам деп айт, және де оның атын Мұхаммед деп қой деген аян берген екен дейді.
Soşun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men İbrahim aleyhisselam duasının anamın sünnün degen eкен de. Anası alnıға түсіп көрді. Сөйтіп Амина анамыз жүкті болған кезде дала шығатын болса дейді, құстарды қоршап жүретін болған дейді. Егер де жаңағы құдықтан су алатын болса, құдықтағы төмендегі су өзімен көтеріледі дейді, қиналмайтын болған. Сол сияқты дейді, періштелер өздері қоршап, жаңағыдай бұл ақыры пайғамбар нұры деп айтып тұратынын естіген екен Амина анамыз. Сонда жаңа Абдулла айтқан кезде Абдулла айтатын болған, бұл сол баланың құрметіне бұл текті бала деп сондай өзінің яғни сөзін жеткізетін болған екен. Себебі Абдулла білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келместен алдын 6 ай бұрын қайтыс болады. Кейбір ғалымдарымыз айту бойынша дүниеге келместен 2 ай бұрын қайтыс болған дейді. Сөйтіп Амина анамыз өзі әкесіз дүниеге әкеледі баланы. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келген кезде дейді, ғалымдарымыз айту бойынша жаңағыдай Амина анамыз ешқандай қиыншылық, ауыртпашылық, қолпақтар, ауыртпашылықтарды көрмеген дейді. Жәннаттан хор қыздар келген дейді. Және сонымен қоса Марима анамызбен, яғни Иса алейхиссалам анасы, және де Фирауынның әйелі Асия анамыз жәннатқа болды. Сол Марима Асияға келіп көмектескен екен дейді. Сонда пайғамбарымыз дүниеге келген кезде ешқандай бір қансыз пәк болып дүниеге келген екен. Үсті жаңағыдай хош иіс майлар, әтір иісі бұрқырап келген екен дейді. Дүниеге келген кезде кіндігі кесілген халда, сүндет келген халда, және де сәждеге келіп дүниеге келген екен. Және сәждеге келген бетте үмметім деген сөз айтқан екен дейді. Мінекей осының барлығы пайғамбарымыз солардың дүниеге келген өзінде үмметім деп келсе, дүниеде өтеді де үмметім деп кеткен екен. Сондықтан осындай ұлық пайғамбарға біз неге сауал айтпаймыз? Әрине біз діннеміз, бізге дінне жеткізген еді. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келгеннен кейін, яғни сол кезде яһудилердің кітаптарында жазылған, сол ақырғы пайғамбар келген кезде келетін уақытта бір жұлдыз шығады деген, ұзын бір жұлдыз шығады деген. Соны яһудилер көріп айтқан екен, бүгін пайғамбар дүниеге келді деп өздері соны мойындаған. Сол сәйкесі Мұхаммед пайғамбарымыз келген екен. Сөйтіп Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям дүниеге келіп, яғни ол кезде жаңа арабтардың несі бойынша, әдет ғұрпы бойынша қаладағылар ауылдарға берген болған балаларын, жаңа туған балаларды ауылдарға берді. Неге? Себебі ауылдың суы таза, тамағы таза, сонымен жаңа бала өскен кезде мықты батыр болсын деп, сол ауылдарға беретін болған екен. Сөйтіп ауылдағы адамдар қалаға келіп, баланы алу үшін, сүт енгізу үшін, сүт ана болу үшін келеді дегенде қалаға балаларды алады екен, соны енгізіп бірнеше жылдан кейін қайтадан қайтарып береді екен. Сол үшін жаңағындай сол енгізіп қарғандығы үшін жаңа ата-аналары сол ауылдың әйелдеріне көп сыйлық берген, көп жаңағындай мал берген, ақша берген, сөйтіп жаңағындай ризалығын болған. Сол мәселеде көп әйелдер қалаға келіп балаларды алып келетін болған. Сонда сол Бани Сағд тайпасынан, яғни Халима деген анамыз да яғни бірге шығады. Ол кезде көктемде бір уақытта, сосын күзде бір уақытта келетін болған екен ауылдың жаңа әйелдер. Сонда Халима анамыз баяндайды, мен де сол әйелдермен бірге шықтым дейді, жолдасының қасында болды дейді, екеуміз шықтық дейді, сөйтіп жаңағы Меккеге жол жүрдік дейді. Сонда біздің есегіміз дейді, сондай көтерем болған еді дейді, бүкіл жаңағы кебеден қалып қойды дейді. Сонымен қоса кебелерде түйесі де болған, сол түйесі де әлсіреп жүре алмай қалып қойдық дейді. Бүкіл кебенің алдымызға түсіп, олар бірінші барып, жаңағы байдың балаларын алып, жаңағыдай кетті дейді. Біз артына келсек көп олар кетіп қалған екен дейді. Сөйтіп жүрген кезде жаңағы Абдул-Мутталибке кездеседі. Абдул-Мутталиб атасы ғой. Соны Абдул-Мутталибке сұхбаттасқан кезде Халима анамыз айтады, сондай нұрлы жүзді, әдемі, жаңағыдай мейірімді кісіні кездестірдік дейді. Сосын айтты дейді, осындай біздің бір баламыз бар еді, бірақ ол жетім, соны аласыздар ма деп айтты дейді. Халима анамыз да енді басқа бала болмағаннан кейін, не болса да босқа алып кетейін деп барады. Жаңа барса, жаңа Амина анамыз қарсы алады, Халима анамызды, сосын баланы көрсетеді. Баланы көрген кезде Халима анамыз айтады, менің андай сұлу, әдемі нұрды баланы көрмедім дейді. Сондай бір жасы орамалда жатыр екен дейді, соны сұлу дейді. Мен қарасым ұйықтап жатыр екен, қолымды кеудесіне қойғанда дейді, көзі ашты да маған қарап күлді дейді. Тіптен де таңғалдым дейді. Және де үстінен хош иісті, әтір иістер жаңағыдай бұрқырап жатыр екен дейді. Сезім дейді, бұл бала тегін бала емес екен деп. Сөйтіп баланы көтеріп, сол жағына бергенде дейді, омырауында ембей қойды дейді, аузын жауып дейді. Оң жағын бергенде еме бастады дейді. Енді білесіздер, оң жақтан бұл көріп осындай. Сонда жаңағы содан бастап тек қана оң жағында еметін
қалғанын жаңа өзінің сүт бауырларына қалдырып дейді. Өзіме дейді сүт кеміруші еді дейді. Жаңа кішкентайларын жылаушы еді дейді. Сүт кемейді, балалар жылайды дейді. Қашанда пайғамбар саллаллаху алейхи жаңа сүт енгізгеннен кейін сүт бітіп, тіпті сүт ағып тұратын болған дейді. Сондай яғни қасиеттер болған. Сен жаңа баланы алып шығып, күйеуіңді көрсеткен кезде күйеуіңді қарап таңғалып дейді. Ал жаңағыдай Халима мен нұрлы баланы көрген жоқпын дейді. Не деген сұлу, не деген керемет бала, үстінен хош иісті әтір шашып тұр екен. Сөйтіп жаңағы есектерден жаңа түйелерін мініп ауылға бара жатқан кезде жаңа көтерейін әзер жүрген түйесі есектерін күш көтіп дейді. Мықты болған соншалық кетіп қалған керуеніне жетіп, одан озып кетті дейді. Сондай қасиеттер болды. Сосын жаңа Халима анамыздан үйге алып келгеннен кейін жаңа баланы мол береке кірді дейді. Яғни сол уақытта дейді ауылда жауын-шашын жаумай, қиыншылық болып, жаңағыдай малдар шөп болмағаннан кейін көтерім болып суалып кетті дейді. Ал енді сол ары суалып кеткен жаңағыдай Халиманың үйіндегі малдары семіріп кетті дейді. Семіріп дейді, сүттері желімдеп болып дейді, болған соншалық ағып келетін болды дейді. Елді түсінбей қалды дейді, мынау Халиманың малдар қалай семіріп, қалай ол жаңағыдай сүтті болып келіп жүр. Ол баққан жерге бағанға келіп бақташылар айтатын болған. Бірақ олар білмейді дейді, не мақсат? Өзі пайғамбарымыз құрметіне дейді. Сөйтіп жаңағыдай Халиманың жолдасы айтады, сол қалай келді, жаңа ісіміз оңалды дейді. Бүкіл жаңа айран, түзге қайран рахатқа бақтық дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху жаңа сол кіргеннен кейін. Яғни пайғамбар дүниеге келіп өзі сол кішкене нәрестің өзінде сондай ерекшеліктер болған екен. Сөйтіп жаңағыдай баланы 2 жасқа енгізгеннен кейін қайтадан анасына апарады. Бірақ та екеуі қимайды, Халиманың жолдасы қимайды. Өйткені ол келгеннен береке кірді. Сосын Амина анамызға келіп айтады, осыны тағы да бір кішкене берсеңіз қалай болады бұл баланы дейді. Сонда Амина анамыз күліп, я білем, бұл баланың қасиеті сондай берекелі болатынын мен білем дейді. Мейлі деп жаңағыдай көңіліне қарап қайтуын керек екен. Сөйтіп тағы да 2 жыл Халиманың қолында болды. Яғни 4 жыл Халиманың қасында болған екен. Бірақ 4-ші жылында 4 жасқа келген кезде жаңа балалармен далаға шығып, жаңағыдай ойнайды ғой балалар. Бірде жаңағыдай сүт бауыры жүгіріп келіп Абдулла деген. Енді келеді басқа Шайма дейді. Жүгіріп келіп айтады екен, анашым ана жерде бір 2 кісі дейді, бір аппақ киіммен 2 кісі Мұхаммедті ұстап алды да дейді, тасқа жатқызып, жаңағыдай несінің кеудесін жарды да бір нәрсені алып жатқанын көрдім дейді. Барыңызшы деп жаңағыдай жүгіріп келеді екен. Жаңағы естіген кезде Халиманың күйеуі жүгіреді. Барса жаңағы бала тастың қасында отыр дейді. Жаңағы тіл өзгерген дейді. Сосын жаңағы Халиманың құшақтап, саған кім тиісті, не болды деп жаңағы жылайды. Сол кезде жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады екен, маған 2 адам келді дейді. Мен ойлап жүргенде екеуі бір жерден ұшып келгендей болды дейді. Сосын біреуін айтты дейді, осы бала ма деп айтты дейді, иә деп айтты дейді. Сосын мен қолынан шап бердім да дейді, осы тасқа келіп жатқызып, біреуінің қолына құмған болды дейді, біреуінің қолының жаңағы несінде шляпсын болды дейді. Сосын дейді, мен кеудемді жарды дейді, жарғанда бірақ та мен ешқандай бір қиыншылық көрген жоқпын дейді, ауырған жоқ дейді. Сосын жүрегімді суырды да дейді, жүрегімнен бір қара нәрсені жұлды дейді. Сосын айтты дейді, мынау шайтанның нәсібесі еді, міне біз сені тазарттық, енді шайтан саған келе алмайды деп, лақтырып, және жүрегін жуып қайтадан салып беріп, қолына жаңағыдай жарған жерді қолына салған кезде дейді, жаңағы жоқ болып кетті дейді. Жаңағы жарған жері бұрынғандай болды. Соны көрген жаңағы Халима анамыз жолдасы екеуі шошып қойын анасына апарып келейді. Ертең бір нәрсе болмаса деп қорқып, сол кезде жаңағы Амина анамызға апарып береді екен. Сөйтіп Амина анамыздың қолында болып, яғни онда көптеген қасиеттер болады. Сөйтіп Амина анамыз бірде Меккеде қайтыс болған, жаңағы Мәдинада қайтыс болған Абдулла деген жолдасын пайғамбарымыз әкесіне зиярат жасайық деп баласын алып барады. Умайма деген қасында күңі болған, күңден құл келеді. Сөйтіп Мәдинаға барып жүрген кезде пайғамбарымыз бала бұл кезде ойнап жүрген кезде яһудилер көріп қалады бұл баланы. Көріп қалады да жаңағыдай шақырып алып арқасын қараса пайғамбарлықтың мөрі тұрады екен. Жалпы Таурат Инжилдерде айтады екен, оның арқасында пайғамбарлықтың мөрі болады деген. Соны шулап алса, деді мынау пайғамбар ғой деп, бүкіл яһудилер келіп бәрі шулап отырған кезде Умайман қорқып, Амина анамызға жүгіріп барып айтады екен, мыналар Мұхаммед жайлы айтып жатыр.
оны тезірек кетейікші мына жерден дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алып анасы жолға шығып кетеді. Сөйтіп жаңа жолда жатқан Абуа деген жерге келген кезде анасы қатты сырқаттанып ауырып сол жерде қайтыс болады екен. Және де Амина анамыз дүниеге келген кезде сөздері бар, жаңағыдай бұл бала текті бала болатынын, бұл жай бала емес екен деген сондай сөздері бар екен да. Және де сөйтіп дүниеге келген Умайман жаңағы баланы алып Абдул-Мутталиб атасына әкеледі екен. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху жетімдікпен өскен екен. Дүниеге келместен бұрын Абдулла әкесі қайтыс болады. 6 жасына келген кезде Амина анасы қайтыс болады. Абдул-Мутталибтің қолында тағы да 2 жыл тұрған кезде атасы да қайтыс болады. Абдул-Мутталиб 8 жасында қайтыс болады екен да. 8 жасқа толған кезде атасы қайтыс болады. Сөйтіп артына Абдул-Мутталиб дүниеге келіп бара жатқан кезде Абу-Талиб деген баласын тапсырған екен. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху дүниеге келген өзінде де сондай жетімдікпен өскен екен. Енді бұл жерде ғалымдарымыз айтады, не үшін пайғамбарымыз саллаллаху жетімдікпен өсті, қиыншылықпен өсті дейді. Себебі үлкен бір үлгі бар дейді. Егер де пайғамбарымыздың ата-анасы болғанда, атасы бәрі тірі болған кезде пайғамбарлық келетін адамдар. Онда халық айтушы еді, бұл Құранды әке-шешесінен үйреніп алды дейді. Солардан бір нәрсе біліп алды деп. Ал енді Аллахқа арнайы алдына алып қойған себебі ондай сылтау болмас үшін дейді. Пайғамбар саллаллаху жазу да білмеген, оқу да білмеген. Бірақ Құран аяттан айтқан кезде келмет деген сол кезде арабтың күшті меңгерген, әдеби сөйлейтін, қара сөздерін бұрқырататын адамдардың аузын ашып тастаған екен дейді. Соны өйткені Құран деген ең керемет әдеби сөз екен арабтың. Ол кезде арабтар былай істейді екен да, мысалға бәрі мысалы осы жиналып ақында айтысады екен. Біреу жаңағыдай сөз төгеді арабша, біреу жаңағы мынандай қара сөздер айтады. Соның ішінде ең мықтысын Қабаның жаңағы несіне қояды екен, соның сөзін жазып қояды екен. Оны мықты болып шықты деп. Ал қашанда Құран түскен кезде дейді, Құраннан кейін өзге ешкім сөзін ілмей қойды дейді. Яғни Құран бүкіл сол қара сөздердің асып түскен екен. Сондықтан да сол пайғамбарымыз саллаллаху сондай жетімдікпен өскен екен. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху сипаттарын айтып кетейік. Пайғамбарымыз саллаллаху бәрінен де сұлу кісі еді дейді. Абу Хурайра айтады, пайғамбарымыз саллаллаху сұлу адамды мен көрмедім дейді. Ал енді сондай нұрлы болған, жүзінен нұр шашып тұратын болған Айша анамыз айтады, ол кісі үйге келген кезде дейді, үйде отырған кезде мен оның жүзінің нұрымен дейді, киімдерді тігіп алып жүрдім дейді. Яғни енені сабақтап киім тігуші едім дейді. Сондай нұрлы болған екен. Және де пайғамбар саллаллаху әдемі дауысты болған, бой орташа болған, бірақ бой орташа болғанмен қасына үлкен дәу адамдар келсе, олардың дәу болып соны екінші болған. Және пайғамбарымыздың басы үлкен, иығы мен кеудесі кең болған, маңдайы кең, қастары елген, жіңішке, арасы қосылмаған, қыр мұрынды, тістері інжілге тізілген жылтырақ болған дейді. Сақалы қалың, көзі үлкен. Яғни пайғамбар саллаллаху рухы қандай пәк болған болса, денесінде солай пәк жаратқан екен дейді. Пайғамбар саллаллаху кір жұқпайтын болған дейді. Бір кір зат ұстайтын болса, ол соға түсіп кететін болған екен дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаху әртүрлі және би, бүрге, шыбын, маса, әртүрлі жаңағыдай жәндіктер жолмайтын болған екен. Пайғамбар саллаллаху басы да кірлемейтін болған екен. Үстінен, денесінен жоғары иіс, әтірден де күшті иістер шығып тұратын болған екен дейді. Сол үшін де кейбір ғалымдарымыз айтады, пайғамбарымыз иісі сондай кім сезгісі келсе дейді, пайғамбардың иісін білгісі келсе дейді, онда роза гүлінің иісі келсін дейді. Розаның иісі соған ұқсайды екен пайғамбар саллаллаху. Сонан жаңағыдай пайғамбар саллаллаху соның үстінен хош иістер шығатын болған, бір көшеден өтетін болса, артындағылар иісінен біліп, мына жерден пайғамбар өткен екен ғой деп иісінен білетін болған дейді. Жетім жесір балаларды жақсы көріп, жетімдердің басына сипалап, сөйткен кезде сол жетім баланың басына 3-4 күнге дейін әтір иіс кетпейтін болған екен. Оны көрген адам жаңағы баланы иіскесе сезетін болған, ана пайғамбар басын сипалап кеткен екен ғой деп. Сондай пайғамбар саллаллаху үстінен хош иістер шығатын болған екен. Және пайғамбар саллаллаху күндіз қалай көрсе, түнде де солай көретін болған екен. Яғни шам жағу бір жарық түсіру керек емес болған. Күндіз қалай көрсе, түнде солай көретін болған. Көздері алыстан көретін болған екен, құлағы да алыстан еститін болған екен. Дауысы да алысқа жететін болған екен. Және де көлеңкесі болмаған дейді. Күн түссе де, ай түссе де, пайғамбарымыздың көлеңкесі болмаған екен. Және де сол егер қажетке отыратын болса, шыққан нәжісін жер жұтып, оны ешкім көрсететін болған екен. Және де алдын қалай көрсе, артында тура солай көретін болған екен.
яғни біз салынған көреміз, артқа ету үшін біз бұрып қараймыз. Ал пайғамбарымыз осылай қарағанда тура солай артында көре беретін болған екен. Яғни ол Аллахтан бір ерекшеліктері. Енді жалпы пайғамбарымыз саллаллаху мінез құлқына келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху яғни мінезі Құран еді. Аллахтан өзі мінезі жақсы екенін, керемет екендігін Аллахтан өзі Құранда айтқан. Иннака ла'ала хулуқин азим. Шын мәнінде сен ұлық, әдемі, көркем мінезге иесісің деп айтқан дегендей. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху өзінің хадис шәріптерінде келеді екен, мен көркем мінезді толықтыру үшін жіберілдім деген екен. Яғни пайғамбарымыз осы мінезі өте әдемі болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху енді жаңағыдай тағы да сипаттары біреудің қателігін бетіне айтпайтын болған. Керісінше байытатын болған. Бәлкім пәленше қауым не кейбір кісілер неге осылай істейді екен деп сөзбен сол істің дұрыс емес екендігін айтатын болған екен. Сөз саптау кісіге жағымды дейді, жүзі күлімсіреген, кең көңілді, шын сөздеді дейді. Дос дұшпандарға бірдей ашық жүзді, тәтті сөзбен сөйлейтін дейді. Сахабалардың сұхбаттас болған адамдар әрдайым қал жағдайын сұрап тұратын дейді. Ауырса жағдайын барып сұрап, көрінбей қалғандарды сұрастырып, мұқтаждарға көмектеседі деді. Шақырған жерге баратын дейді. Және де азды көпті сыйлықтарды алатын дейді. Өзі сыйлық жасайтын дейді. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху айтады екен, тахаду, яғни бір-бірін жақсы көріңдер де, бір-бірін сыйлық қылыңдар деген екен. Және де бәрімен араласатын дейді пайғамбарымыз. Жақсы балаларды сүйіп құшағына алатын дейді. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху Хасан және Хусейн екі немересін жанында аймалап, сүйіп, құшақтап ертелеп тұрған кезде қасына бір ибн Харис деген сахаба таңғалып айтады екен, ой құрмай, Аллаһтың елшісі, менің 10 балам бар дейді, бірақ осылай ертелеп кетпін ғой дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады екен, кім мейірімді жасамаса, оған да мейірімділік жасамайды деген. Яғни Аллах тағала бір адамға мейірімділік жасау үшін сен өзің мейірімді бол дейді. Сол кезде Алла саған мейірімділік жасайды екен. Және де пайғамбарымыз саллаллаху құл кім болсын, бай адам болсын, кедей болсын, жаңағы ақсақал болсын, апа болсын, кім болсын шақырса да үйлеріне баратын дейді. Яғни ешкім көңілін сүрмейтін еді дейді. Сөйтіп сол пайғамбарымыздың мінезі сондай болған, сол уақытта жаңағыдай надандық болды ғой. Пайғамбар саллаллаху жаңағы заманда пайғамбар кемесінен сондай халық бұзылған, кедей-кепшіктерді аямай жаңағыдай ұрып соғатын болған. Бұл кезде адам өлтіру ол атақ болған дейді. Адам өлтіріп тастау, адамды ұрып соғу ол кәдімгі бір ақылды адамның ісі сияқты саналатын болған дейді. Егер қыз бала дүниеге келсе, қайғыратын болған. Неге қыз бала келді деп 3-4 күнге дейін елге барып қарауға, жүзін қарауға ұялатын болған екен дейді. Егер қыз бала 3-4 жасқа келетін болса, яғни тірідей көмектесетін болған екен. Осының атын халыққа пайғамбар жерген екен. Міне осындай пайғамбардың көп жаңағыдай қасиеттері болған, мейірімді болған, рахымды болған, сол сияқты жаңағыдай көптеген бойында қасиеттер болған. Пайғамбарымыз саллаллаху қай таулардың астынан, тастардың астынан, талдардың арасынан өтетін болса, бүкіл тастар ассаляму алейка я расулаллах деп иіліп сәлем беретінін көрген екен сахаба. Тас болсын, тау болсын, жаңағыдай әртүрлі өсімдіктің барлығы, хайуандардың барлығы иіліп сәлем беретін болған екен. Ибн Мунзир сахаба деген риуаятте бірде пайғамбарымызбен бірге жолға шықтық дейді. Жолда кетіп бара жатқан кезде бір талдардың арасына кіріп демалдық дейді. Сонда пайғамбарымыз ұйықтап кетті да, мен ұйқым келген жоқ отырдым дейді. Bir кезде сол талдардың арасында ең үлкен тал бар еді дейді. Өзімен қозғала бастады дейді. Қозғап қамырымен қоса жолынып пайғамбардың қасына келді дейді. Bir айналды да өз орнына барып тұрды дейді. Мен жаңа нәрсе қарап таңғалып тұрған кезде пайғамбарымыз саллаллаху оянды дейді. Сосын осыны баяндап бергенде ол пайғамбарымыз айтты дейді. Бұл тал Алладан рұқсат сұрады. Алланың елшісіне барып сәлем берші деп рұқсат сұрады. Алла рұқсат бергеннен кейін келіп сәлем берді, өз орнына тұрғызды деген екен. Мінекей осының барлығы хайуандардың өздері сол кезде барлық пайғамбардың пайғамбар екенін дәлелдеп өздеріне сәлем беретін болған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху яғни емді үйреткен дейміз. Яғни бірде пайғамбарымыз саллаллаху сахабамен отырған кезде бір сахаба айтады екен, Алланың елшісі, сіз келіп бізді дінге үйреттіңіз дейді. Оған дейміз надан болдық. Яғни ата-анамызға құрмет жасамаушы едік дейді. Туған туысқандармен соғысатын едік дейді. Қыз бала дүниеге келсе 3-4 жасқа келген кезде тірідей көмектесуші едік дейді. Мен де сондай надандықпен дейді, дүниеге әйелім қыз әкеледі дейді. Соған қайғырдым дейді. 3-4 күнге дейін халықтың бетіне қарап ұялдым дейді. Соның қызым өсіп келіп 3-4 жасқа келген кезде тірі шығып әдемі болып келе жатқан кезде бір күні әйелім айттым дейді.
баланың жастар туыңды киіндіріп мен оны қонақ қалып барайын деп айтты дейді. Айттым дейді. Сонда әйелі іштей түсінді, ол қонаққа емес ажалға баратқанын дейді. Сөйтіп іштей жылады дейді. Сөйтіп баланы жуындырып, шайындырып, жақсы киіндіріп кигізіп, әкесінің артынан ертіп жіберді дейді. Мен қолын жетектеп алып шықтым дейді. Сонда кішкентай қыз балам дейді, әртүрлі жақсы әңгімелер айтып, әке тайым деп қасына ойнап жүгіріп, мен сізбен қонаққа барғанда қуанып деп сондай сөздерді айтып, сөйтіп алып келе жатқан кезде алдына қасық тобын терең ағып бердім дейді. Сөйтіп айттым дейді, қызым төменге қарашы деп айттым дейді. Төменге қараған кезде артынан итеріп келе жүрдім де итеріп дейді. Соның үшін түскен кезде жаны бар ғой дейді, тырмысып шыққысы келетін кезде тағы да итердім де тілдей қойсам деген екен. Соны естіген кезде пайғамбарымыздың көз жасы төгілді дейді. Сосын айтты дейді, тағы да айтшы деп айтты дейді. Сол кезде тағы да айтқан кезде сақалы бар көлденіп кетті дейді. Сосын айтты дейді, міне көріңіздер, діннен бұрын сендер осындай надан болдыңдар, осындай оңбағандық істеген дедің, ислам діні келіп сендерді қандай қылды деп. Сол мәселеден қайтадан оны қайтып едім дейді. Шүкір етсін, ислам келіп мені үйреткен деген. Және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям андай бір ерлер келеді, хайуандан өзінің мейірімді көрсетіп үйретеді деген. Ол кезде сондай надандық болған, малдың көзін ойып тастап жібере салады, құлағын кесіп тастап жібере салады, аяғын кесіп тастап жібере салады, малдарды қинап өлтіретін болған. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху айтады екен, бірде бір үлкен күнә жасаған, қателік жасаған, үлкен күнә жасаған бір адам далада кетіп барады дейді, шөлде барады. Соны қатты шөлдеді дейді, шөлдегі істеген кезде жаңа алтын бір құдық пайда болды дейді, сол құдыққа түсіп, түбіндегі суды ішіп шықса, жаңа құдықтың қасында бір ит жатыр дейді. Тілі салақтаған қалда шөлдеген сонша дымқыл топырақты жалап өліп барады деген дейді. Сол жаңа шөлдегі мынау да мен сияқты шөлдеген ғой деп қайдадан түсіп, аяқ киімін су толтырып және итке берді дейді. Сол мейірімділіктің себебімен, жанашырлығының себебімен Аллах сол күнәһардан бүкіл күнәсін кешірді де жәннатқа кіргізген екен. Сондықтан да сонда сахабалар сөйледі екен, сонда біз хайуандарға да жақсылық жасасақ, оны сауап бар ма дегенде, әрине оған сауап бар деген екен. Ал енді сондай хайуандарға мейірімді көрсету керек болса, адам бір-бірін тіптен де мейірімді болу керек екен. Мұсылманға тіпті рахымды болу керек екен. Сол үшін пайғамбарымыз айтады екен, инналлаха рафиқун юхиббу рифқа дейді. Шын мәнінде Аллахқа жұмсақ мейірімді болған адамдарды жақсы көреді екен. Сондықтан осы қасиетті Раббил әуел айы пайғамбарымыз туған ай екен. Осы айда баршаңыз Аллахтан мол бақыт әкелсін. Пайғамбарымызға көп салауат айтудың өзі сауап екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бірде Жәбірейіл Микаил Исрафил Азраилге келіп айтады екен, Алла негізі сізге салауат айтқан адам үшін Жәбірейіл айтады. Сізге бір рет, яғни кейбіреулер бір рет, кейбіреулер 10 рет салауат айтқан адам үшін дейді, мен оның қолынан ұстаймын да Сырат көпірінен жәннатқа, яғни найзағай өткізіп жіберемін деген екен. Ал енді Микаил пеште осылай айтады екен, сізге салауат айтқан адам үшін мен жәннаттың өзендерінен өзін барып дәмін татыстырамын деген екен. Ал енді Исрафил пеште осылай айтады екен, Алланың елшісі сізге салауат айтқан адам үшін мен Алланың алдына сәжде жасаймын. Алла сол денесін кешірмейінше басымды сәжде көтермейді екен. Ал Әзірет пеште осылай айтады екен, Алланың елшісі сізге салауат айтқан адам үшін мен олардың жандарын пайғамбарлардың жанындай қинамай аламын деген екен. Сондықтан баршамыз осы қасиетті ай мұбарак болсын дейміз. Баршаңыз шаңырақтарыңызға Аллахтан мол бақыт берсін. Пайғамбарымыздың жақсы мінез құлықтарын баршамызға нәсіп етсін.